КСР халық депутаттарының бірінші съезінде Мәскеуде, Кремльде 1989 жылы белгілі ақын, қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов атамыз батыл мінез көрсетіп, желтоқсан қозғалысы кезінде шындықты батыл айтып, елді көрсеткені барлығымызға аян. Бүкіл 15 республиканың депутаттары жиналған жиында ақыраңдаған азулы Мәскеудің басшыларынан қорықпай, бүкіл шындықты жайып салған, желтоқсандағы жастарды қорғап, Кремльдің айуандық жасаған істерін бетіне басқан Мұхтар атамыз еді. Бірде ашуға болқан Мұхтар аға өлеңдерін бірінде былай жырлапты. 300 жылдай түсіп келген илеуге, ұлттық сана жылдан жылға күйреуде. Ана тілін менсінбеген мәңгүрттер неге құштар қазақ халқын билеуге. Ұлтты да, тілді де Құдай жаратқан. Ендеше оған қарсы бағыт ұстау, тікелей Құдайға қарсы шығумен пара-пар іс болары даусыз. Сол үшін туған ұлтының тілінде сөйлеуге, намыстанатын ұлтсыздануға, мәңгүрттенуге бет бұрған қандастарымызға, олардың тағдырын қауіпті өзгеріске бұратын, осы ерекше маңызды мәселені ескертуді өзіме азаматтық борыш санаймын. 100 жерден үлкен ғалым болсын, жазушы, ақын болсын, ол адамның өзінің шындығын жоғалтып алса және елдік ұлттық мүддеге тамыр жібере алмаса, қаймықса, мен үшін ол адамның құны көк дейін, дейді Мұхтар Шаханов атамыз. Мұхтар Шаханов өзінің төртана өлеңінде былай дейді: Демеп жүрер, жебеп жүрер арқада, болу керек құдіретті төртана, туған жері түп қазығы айбыны, туған тілі мәңгөнеге айдыны, жан байлығы салт дәстүрі тірегі, қадамына шуақ шашар үнемі, және туған тарихы еске алуға қаншама ауыр әрі қасіретті болса да. Құдіреті жоқ төрт анаға тең келер, онсыз санаң қанбаққа ұқсап сенделер, өзге ананың ұлылығын танымас, төрт анасы менсінбеген пенделер, төрт анадан сенім таба алмаған, тамырсыздың басы қайда қалмаған, төрт анасын сыйламаған халықтың ешқашанда бақ жолды ұстанбаған. Тілді де Құдай жаратқан, ендеше оған қарсы бағыт ұстау, тікелей Құдайға қарсы шығумен пара-пар іс болар даусыз. Сол үшін туған ұлттың тілінде сөйлеуге, намыстанатын ұлтсыздануға, мәңгүрттенуге бет бұрған қандастарымызға, олардың тағдырын қауіпсіз өзгеріске бұратын осы ерекше маңызды мәселені ескертіп, өзімнің азаматтық борышым деп санаймын. 100 жерден үлкен ғалым болсын, жазушы, ақын болсын, ол адам өзінің шындығын жоғалтып алса да, елдік, ұлттық мүддеге тамыр жібере алмаса, қаймықса, мен үшін ол адамның құны көк дейін деп айтқан Мұхтар атамыз.